күн Түркістан жастары. Қайырлы күн, баршаңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Түркістан жастары парақшасымен біз Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы, өздеріңіз білетіндей, Алматыдағы біздің жалпы қазақ театр өнерінде орны ерекше театрлардың бірі, Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық театрмен 10 күндік аясында біз үлкен сахнадан деген үлкен жоба бастаған болатынбыз. Бүгін соның бізде 6-шы эфирі, қателеспесем, 7-ші. Бүгінгі біздің қонағымыз танымал жас актер Ғалымбек Оспанов. Қазір бізге қосылған да сияқты. Ажарлым Мағзұм отыр сонымен бірге біздің парақшада. Қайырлы күн, Ажарлым ханым. Тамыз. Менің даусым дұрыс естіліп тұр ғой, сіздер берегіп жүрсеңіздер. Сәлем, айжыздар. Қайырлы күн. Ғалым дей берсем болатын шығар, иә? Қалыңыз қалай? Байланыс нашар сияқты әлі. Сәлеметсіз бе, Қарашаш? Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Рахмет, сізден қуаныштымын. Тағы да айта кетейік, біз Әуезов театрының актерларымен 10 күндік ұйымдастырған болатынбыз. Үлкен сахнадан деп аталатын жобаның бүгінгі қонағы жас актер, талантты актер Ғалымбек Оспанов. Қуаныштымын аға, сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Байланыс нашар ма? Жоқ, әлде сіз менің даусымды жақсы естіп тұрсыз ба? Даусым естіліп тұр ғой. Иә. Жақсы, қуаныштымын. Репетициядан шықтыңыз, иә, қателеспесем. Әңгімені содан бастасақ, қандай жаңа маусымға қандай премьералар, қандай қойылымдар дайындалып жатыр театрда? Сіздің рөліңіз қандай ол жердегі? Даусым естіліп. Репетициядан шықтыңыз, қателеспесем, иә, қазір? Қазір мен қайта көрейін. Иә, Ғалымбектің дауысы естіліп тұрған, дауысы естілмей тұрған, неге екенін, байланыс нашар сияқты. Қайтадан байланыс орнатуға тырысып көреміз біз қазір. Қайтадан қосып жатырмын эфирге. Әлі де байланыс нашар сияқты. Қазір сияқты,
Естіліп тұр ма менің даусым қазір? Хорошо. Енді естілді, енді естілді. Жақсарған сияқты. Әрі қарай біз жалғастыра берейік, тағы да қайталап айтамын, бізде бүгін Әуезов театрының актері Ғалымбек Оспанов. Әңгімені біз жаңа премьералардан бастасақ, қазір репетициядан шықтыңыз. Қандай қойылым, қандай дайындықтар болып жатыр театрда? Жаңа маусымның дайындықтарымен бөліссеңіз. Рахмет үлкен. Енді биылғы жыл өзі ұлы хакім Абай атамыздың 175 жылдығына арналды ғой. Сондықтан қазіргі уақытта біздің театрда 2 қойылым дайындалып жатыр. Бірі жаңа қара деп аталады, Абай атамыздың 45 қара сөзінен сахналық нұсқа жинақталып, Жұлдызбек Жұманбай деген режиссер ағамыз қазір сол қойылымға дайындық барысын бастап кетті. Одан кейін Әрдеш Оспанбаева деген жас режиссер әріптесіміздің, замандасымыздың Абайдың ұлы жұмбағы деп аталатын сахналық нұсқа жасалған. Театрдың тілмен айтқанда сол жасалып, Болат Әліманов ағамыз соның сценарийін жазды, Абайдың ұлы жұмбағының, соны айта кетсек дегенім ғой оқырмандарға. Енді біздің театрымызда қанша жылдан бері еңбек сіңіріп келе жатқан, жұмыс істеп, қызмет атқарып келе жатқан Болат Әліманов ағамыздың сол Абайдың ұлы жұмбағы деген жаңағы сценарий жасап, немесе пьеса жасап, сахналық нұсқа алып келген екен. Сол кісінің жасаған дүниесімен қазір 2-ші қойылым қойылып жатыр. Қатардан 2 қойылымның дайындық барысында. Сіздің рөліңіз қандай ол жерде? Кімді сомдайын деп жатсыз? Мен енді қара деген қойылымда Сізде байланыс тағы да нашар кеткен сияқты. Менің даусым естіліп тұр ма? Оқырмандардан сұрай кетейінші. Естіліп тұр ғой, менің даусым? Естіліп тұр, Мен сізден сұрайын дегенім, 2-ші сұрағымды қоя берейін. Сіздің сахнадағы образдарыңыздың көбінде бір батырлардың, Қобыландыны алайық, немесе ғажайып империядағы кешті алайық, Қансұлуды алайық, барлығында бір батырдың, ержүрек жігіттің образдары көпшілігінде. Өзіңіз туралы да ұстазыңыздың отқа салса да, суға салса да, жаңағы отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын актер деп сипаттаған екен. Мінезіңізде де, болмысыңыздан да сондай қайсарлық байқалатын сияқты. Ал жас кезіңізде қандай болдыңыз? Осы тәрбиені, осындай мінезді кімнен келген деп есептейсіз? Ата-анаңыздан кімге ұқсайсыз? Сол кішкентай кезді еске алсақ, балалық кездер туралы. Рахмет сұрағыңызға. Енді бұл жерде театрда қойылымды алғаннан кейін, ол жерде бұйрық бойынша рөлге ие боласың. Рөлді береді. Сондықтан мен енді мінез барлық адамда болады ғой. Тұла бойы тумысынан әркімнің өзінің Алланың жаратқан мінезі болады, берген мінезі болады. Сондықтан бұл жерде Қобыланды батырдың бейнесінде де жаңағы енді батырлар ғой, мінез болмаса тағы болмайды. Бұл жерде былай айтқанда характер дейді ғой. Таңсұлу қойылымда енді ол ең алғашқы ойнаған дебюттік рөлім. Мүмкін ата-анадан берілді ма, енді не келсе де қандай болмасын қанмен берілетін дүние ғой оның барлығы.
Кішкентай кезіңізде мінезіңіз қандай болып еді өзіңіздің? Кішкентай кезімде мінезім шатақ менің. Сол бір жастық шақта енді жігіттің басында түрлі жағдайлар болады деп айтып жатады ғой. Студенттік ғұмырда бір сондай кезді еске алсақ, бір естелік әңгіме айтып берсеңіз жастармен, сондай шатақ мінездің кесірінен таяқ жеп қалған кез, немесе керісінше сол шатақ мінезбен біреуді басынған кездер бар ма? Бар шығар сондай естеліктер. Қазір күліп еске алатын. Енді өзі кішкентай кезімнен, бала кезімнен енді бір сұмдық шатақ мінезді болған жоқпын. Бірақ бір жағынан енді тентек болдым. Бұзықтау болдым. Мектеп қабырғасында оқып жүрген уақытта балалармен жаға жыртысып, кейде сөзге келісіп қаласың, енді балалық қой оның барлығы. Балалықпен кейде бір бұзықтық жасап қоятын кездер болған. Әзірде де болып тұрады, бірақ қазір енді әрине оны жасамауға тырысасың. Бірақ енді жігіт болғаннан кейін, еркек болғаннан кейін, еркектің бойында өзі мінездің болуы шарт деп ойлаймын өзім. Мектеп қабырғасында ағылшын пәнінің мұғалімін ерексем деп айнасын сындырып кеткенмін. Ағылшын пәнінен сабақ оқымай келіп, сонымен айнасын сындырып, оны ертеңнен барып өзім мектепте жұмыс істейтін ата-анам, әкем мен шешем. Сол барып, қайтадан жөндеп, орнына реттеп берген. Мен бала кезімде біреумен ерексем, бір көршілермен дұрыс болмай қалсам, міндетті түрде барып солардың айналарын сындырып, бір дүниелерін өртеп кететін. Жауым айнада болғансыз ғой. Қазір бар ма сондай мінез? Жоқ, қазір ол енді ол балалық қой, ол кезде мектеп қабырғасында болған нәрселер ғой, бәрі енді ол қазір ондай бір мінезім бар, қазірдің өзінде көп келіспей қалам деп айтамайын. Барынша барлық достармен жақсы араласу. Сұхбаттарыңызды, нелеріңізді көріп, сондай алғашқы студент атанған күні күнделік алып барғанмын дегеніңізді көріп бір күліп алдық. Оны да біз желіге жарияладық. Студент кезіңіздегі естелігіңізбен бөліскен екенсіз. Енді өзіңізге берілген сол студент кезде мына театрға түсетіндер, актер болатындар арнайы тапсырма орындап жатады ғой. Сол кезде сізге қандай тапсырма түсіп еді, және сіз оны қалай орындап шығып едіңіз? Шығармашылық емтиханда. Шығармашылық емтиханда өзім негізі Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне ең алғаш 2008 жылы тапсырып, ол жақтан өте алмай қалдым. Экзаменнен өте алмай қалдым. Одан кейін араға бір жыл салып, қайтадан бағымды сынай деп Темірбек Жүргенов атындағы Қара шаңырақ өнер академиясына барып, қайтадан тапсырып, сол жақта берген тапсырмаларын орындап, Қазақстан Республикасының халық әртісі, режиссер, белгілі режиссер, енді елімізге белгілі Есмұхан Обаев ағамыздың шеберханасына оқуға қабылдандым. Сол кезде ол кісінің айтқаны маған, мені көре салды да қай жақтансың деді маған. Сонымен айттым, Таразданмын, Тараз қаласынан, Жуалы ауданы, Жамбыл облысынан, Бауыржан Момышұлының ауылынамын деп айттым. Сосын ана жақтан шығып айқайлашы, батальон деп айқайлатты маған. Айқайладым, сонымен енді бір-екі әнімді айтып едім, айтты маған. Бұл бала 5 қой, 10 ешкінің ортасында өскен бала ғой бір. Мына бала нағыз ауылдың баласы ғой деп. Енді берген тапсырмаларын барынша орындап шығуға әрине тырыстық. Енді Алланың қалауымен болатын. Рөлдеріңіздің барлығы бір жаңа айтып жатырмын ғой, батырдың образы деп. Өзіңізге сол рөлдердің қайсысын шығарған кезде бір кейбір актерлар бар ғой, мен осы бір рөлді шығарар үшін депрессияға түсіп кеттім, немесе бір 2 жыл дайындық керек болды деп жатады. Сондай ерекше айтатын рөліңіз бар ма? Өзіңіз осы рөлді сомдауда қиынға соқты дегендей. Енді
әрбір өзің сомдайтын рөлің өзіңнің балаңдай болады. Ол ана баланы 9 ай 9 күн құрсағында ұстап толғатып өмірге алып келеді ғой. Дүниеге, жарық дүниеге. Сол сияқты енді менің де ойнап жүрген образдарым, жаңағы былай айтқанда рөлдерім көп деп айта алмаймын. Менің Қара шаңырақ театрда қызмет атқарып жатқанымда көп болған жоқ. Енді ол мысалға біраз рөлдерді сомдадым, қазіргі таңда да сомдап жүрмін деп айту менің күпірлік болар. Негізі батырлардың ғана рөлін ойнамаймын негізі. Сіздер солай түсініп қалған болуыңыз керек. Сол образдар көзге келеді. Көбінесе дұрыс қой, бірақ батырдан да бөлек комедиялық жанр болсын, драмалық, трагедиялық жанр болсын деген сияқты болады. Ондай қойылымдарда ойнай беремін. Бір ғана сарынмен ғана ойнайтын актер емеспін, бір ғана сарындағы қойылымдарды ойнайтын. Актер болғаннан кейін ол әрине бес аспап болу керек, өз маманының иесі болу керек деп есептеймін. Бірақ рөлдерге келетін болсам, енді ең соңғы ойнаған былтыр 2009 жылы Нұрғанат Жақыпбай деген ағамыздың режиссер. Сол кісінің сахналаған қойылымы Қара қыпшақ Қобыланды. Қобыланды қойылымда. Қобыланда Батыр бабамыздың бейнесі сомдадым. Мен сол рөл мен үшін енді былай айтқанда әзірге дейін бір шешімін таба алмай жатқан сияқты. Мен оны мойындаймын, қашанда өзінің нелерінде де айтып жүрем, өзінің сұхбаттарымда да. Ол рөлге келгенде менің ерекше дайындығым, мысалға қобалжып, мысалға былай айтқанда көбірек толғаныста боламын, расымен де. Осы Қобыланды рөліне сізді енді Нұрғанат Жақыпбаев ағамыз барша қазаққа белгілі режиссер ғой, жастар театрының жетекшісі, сол кісі неліктен сізді таңдап алды деп ойлайсыз осы рөлге? Білмеймін, енді оны режиссердің өзі біледі ғой. Мен ойнамасам да оны басқа әріптестерім ойнайды. Басқа да әріптестерім ойнайтын жігіттер бар, өзімнің замандастарым. Бірақ әр рөлің өзің қанжығаға былай бұйырады ғой. Сондықтан бұйыртқан рөл болса, әрине ойнайсың. Солай өзі кішкене осы актердің табиғатына болмысына келетін шығар деп алған шығар. Бірақ әзір бірақ енді ол Қобыланды қойылымында Қобыланды батырдың бейнесін 100% сомдап шықтым деп айтады. Әлі жұмыс істейтін соған тілектеспіз. Өзіңіздің ойыңыздағы Қобыландыны шығаруға тілектеспіз. Енді мына сахнада барлық актер айтады, сенің әдемі, сенің жақсы көрінуің үшін серіктесіңнің де мықтылығы, серіктесіңнің де шеберлігі маңызды деп. Осы орайда сіз өзіңізбен керемет тандем болатын, мына серіктеспен ойнаған жақсы деп атай алатын серіктестеріңіз бар ма? Мен айтар едім, серіктес, яғни партнер ғой. Мен ешқашанда партнер таңдаған емеспін, және таңдамаймын да. Ол қойылымда актриса мен актермен болсын, өзіңнің әріптестеріңмен партнер боласың, сахналасың. Бірақ сондықтан өзіңіздің замандастарыңызға бір тоқталайықшы, қай актерлардың шеберлігін ерекше бағалайсыз? Енді сіз де актердің көзқарасымен оларға қарайсыз ғой, оларға көрермен болып барғанда кімнің шеберліктерін жоғары бағалайсыз? Біздің алдымызда да аға буындарымыз бар, аға әпкелеріміз бар. Олардың
еңбектері ұшан теңіз қаншама. Осы уақытқа дейін театрдың қабырғасында, театр сахнасында қаншама бейнелер сомдап келеді. Өзімнің замандастарыма келетін болсам, біз енді басында 2013 жылы 7 жыл бұрын өзі 2 ұл, 3 қыз, яғни 3 актриса, 2 актер болып қабылданған болатынбыз. Сондықтан өз замандастарымнан Ажарлым, Зарина Карменова бар. Эфирда отыр екен Зарина. Ләззат Қалдыбек. Зарина ханымға сәлем жолдап болсақ, вот қазір эфирда отыр екен Зарина. Жазып. Рахмет. Өзімнің жаңағы інілерімізден Мағжан Асаубай және де Нұрғиса Қуанышбайұлы қазір қойылымдарда бірге әріптес болып жүрміз. Жақсы келе жатқан, жақсы актерлар, өздеріне сай болмыстары бар, актерлық потенциал дейді ғой. Сол жағына келетін болсақ, жігіттер, басқа да жігіттер болсын, өзімнің жаңа группаласым Мерей Мұхтарұлы, Ақберген Жұмабаев, Қайрат Нәбиұлы, айта берсең барлығы көп актрисалардан жаңа атап өткен актрисалармен енді осы уақытқа дейін сахналасып болып, бірге партнер болып, театр бір сап өнері деп сипаттайды ғой. Ол жерде бір қайтадан дубль болмайды. Сол сияқты театрда жаңағы бір айтқан сөз қайтарып ала да алмайсың. Осы орайда бір сахнадағы қойылым кезінде көрермендердің алдында болған қызықты оқиғаларыңыз бар ма? Сөзіңізді ұмытып қалған, немесе сондай бір басқа нәрсе айтып кеткен деген сияқты қызықты сәттер болатын шығар. Ондай сәттер көп болады, өйткені біз енді адамбыз ғой, сахнада жүргеннен кейін. Мен ондай нәрсеге негізі жақсы дұрыс көзқараспен қараймын. О жағынан енді, қойылымдарда рөлдеріміздің сөзін ұмытып қалып жататын уақыттар болады, сол кезде өзімнің сөзіммен ешкімге білдіртпей, мән бермей, былай айтқанда түр бермей ойнай берем. Айтып, мысалға, бізде Рэй Конидің «Мани-мани» деген қойылымда, жарты қойылымда пьесаның сөздерінде жазылған жаңағы рөл бойынша ойнап шығам сөздер. Даусым естіліп тұр ғой, Ғалымбек? Мен сұрақ қойып жатыр екен, осыдан 40-50 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз дейді. Оқырмандарымызға біздің Түркістан жастарына таныстыра кетейін. Біз Зарина Карменмен эфирге шыққан болатынбыз, танымал театр және кино актрисасы. Әрине, Зарина Карменова өзімнің замандасым, заманымыздың заңғар актрисасы деп айта аламын ол кісіні. Әрине, ол кісімен жалғыз мен ғана емес, бүткіл театр болсын, қазақ өнері қуанады, мәртебе тұтады, мақтан тұтады деп айта аламын Зарина Карменованы. Енді 40-50 жылдан кейін кім білет қандай заман болатынын, қандай уақыттар болатынын. Ол кезде әрине біз енді 60-та алқымдаған, 70-ке таяған актерлар, актрисалар боламыз ғой. Уақыт көрсетеді бәрін, мен оны қазір баса кесіп ойнасам, мен осы жасқа келгенше осы бір рөлді берсем дейтін, армандайтын рөліңіз бар ма? Театрда болсын, кинода болсын. Әрине, армандамасаң, онда қиялдамасаң, өнерде жүріп қажеті жоқ деп ойлаймын. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Армандаймыз әрине. Бірақ мен өмірімде осы бейнені шіркін сомдасам, осындай бір қойылымда ойнасам, шіркін осындай бір рөлді берсе екен деп, мұндай бір ойға, қиялға қатты берілмеймін. Бәрі өз уақытымен қандай рөл бұйырады, соны ойнауға барынша жаңағы көрерменнің көңілінен шығу үшін
жаңағы өзіңнің бейне жасайтын рөліңе деген жауапкершілігің үшін енді сонымен бірге театрдан бөлек сізді кино актері ретінде де көпшілік танып келе жатыр деп айтуға болады. Қазір қазақ кинематографиясы бір даму үстіндегі кезеңде сияқты, өйткені жыл сайын нешеме фильмдер шығып жатыр, бірақ дегенмен де әлі олардың көпшілігі сынға көбірек түседі. Өзіңіз сынды қалай қабылдайсыз? Сынды өте жақсы қабылдаймын. Сынды өте жақсы қабылдаймын. Сын түзелмей, жаңағы мін түзелмейді дейді. Бірақ енді қазір бізде Қазақстанда кино өнері керемет дамып жатыр деп айта алмаймын. Мен оның өз ойым. Өзімнің ойым. Себебі көрінгеннің бәрі әртіс болды қазір, расымен де. Біздің театрда ол білімсіз, дипломсыз, былай айтқанда основасыз. Ешқандай актер келіп ойнамай сырттан келіп. Ол кинода оған ешқандай тоқтау жоқ, шектеу жоқ. Оны барлығы ойнай береді, бірақ қандай жағдай болмасын, өз маманының иесі сомдау керек, рөлді де жаңағы құс сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Мен енді кино өнерінде көптеген фильмдерде ойнадым деп айтпаймын. Мен енді келе жатқан сол кино өнеріне енді аяқ басып келе жатқан актер. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, әлі бір мен де жаңа айтып жатырмын, дамуды емес, даму үстінде шығар кино өнері деп. Сіз қалай қарай дамудың жолдарын ұсынар едіңіз осы актер ретінде, жалпы сол сфераның дейміз ғой, өкілі ретінде? Естіліп тұр ғой, мен даусым? Тағы да бізде байланыс нашарлап кеткен сияқты. Зарина ханым жазған екен, пародия мен әншілік өнері бар деп, Ғалымбек мырзаның. Хабардармын, бірақ соңында біз міндетті түрде пародия сұраймыз деп ойлаймын. Естіліп тұр ма, даусым? Қайтадан бізде байланыс нашарлап кеткен сияқты. Қазір көрінбей тұрмын ба? Мен сізді көріп тұрмын қазір. Мен сұрап жатыр едім, енді ғана біздің киноны дамытудың, кино өнерінің маман жаңағы сол сферадағы адам ретінде қандай жолдарын ұсынасыз? Кино өнерін дамытуға. Енді қазір біздің кино әлемінде мысалға жақсы фильмдер бар, жоқ деп айтуға болмайды. Жақсы режиссерлар да бар. Жақсы фильмдерде жақсы образдар сомдап, жақсы бейнелер жасап жүрген актер, актрисалар да бар. Өзіміздің ағаларымыз, әріптестеріміз, замандастарымыз болсын. Бірақ енді оны жақсы бағытқа, жақсы жағына бұру үшін ең бірінші маманы болу керек соның. Киноны қалай түсіру керек, қандай актерларды алу керек, жалпы киноның сценарийі қалай болу керек. Бұлай айтқанда нағыз өз маманның иелері. Қазір енді блогерлерде, вайнерлерде кино түсіріп кетті. Жаңағы кәсібі барларда, жалпы айтқанда қаржысы бардың бәрі кино картина шығаруға құмартып кеткен заман болған сияқты. Олардан бір кәсіби режиссердің, кәсіби актердің дипломын таба алмаймыз көпшілігінен, әсіресе осы коммерциялық фильмдерден. Өзіңізге ұсыныс айтады ма, сондай кісілер айтатын да шығар. Режиссерға қарайсыз ба киноға түсетін кезде? Міндетті түрде режиссерін сұраймыз. Бірақ қазір оны шынын айту керек. Актерларда да талғам жоқ қазір. Расымен де. Оның ішінде өзім де бармын. Себебі оның бәрі материалдық жағдайға келіп тіреледі.
расымен де кішігірім ғана мысалға ақшаға кейде түсіп жататын әріптестеріміз де бар. Бірақ амал жоқ, түсуге тура келеді. Өйткені оны келіп, оның жанұясын басқа адамдар келіп немесе үкімет келіп асырап бермейді. Ол не істейді? Түсуіне тура келеді. Мына блогер, вайнерларға келетін болсақ, өнерге әркімнің бар таласы дейді ғой. Олар өздерінің жаңағы бағыттарында дұрыс. Қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы. Өздері жаңағы парақша ашып, жарнамалар болсын, басқада кішігірім видеолар жасап, сөйтіп жатады. Вайн түсірудің өзінде де ондай нәрсені маманы түсіру керек қой. Жасағаннан кейін жақсылап жасау керек. Маған да ұсыныстар жаңа көп түсіп жатады. Неге вайн түсірмейсіз? Қолыңыздан келеді ғой, неге блогер болмайсыз деген сияқты. Біріншіден актермын. Мен театрдың актері. Сол себептен мен ертең алдағы күнді ойлаймын. Өзімнің, былай айтқанда, өнердегі тамырыма балта шапқым келмейді ешқашан. Әйтпесе ол менің де қолымнан келетін нәрсе. Басқа әріптестерінің де қолынан келетін нәрсе. Жай ғана өйтіп халыққа олай танылғым келмейді. Мен вайнерлардың жасап жүрген видеоларын өнер деп есептемеймін ешқашан. Блогерларды да оларды өнердің адамдары деп мен ешқашан есептемеймін. Ол жай ғана өтпелі уақыттың еншісіндегі нәрсе. Ол қазіргі уақытта ғана ертең оның да дәурені өтеді. Сондықтан сахнаға келген жаңағы театрға Тағы да бізде байланыс нашарлап кеткен сияқты, өкінішті. Мен даусым естіліп тұрған сияқты, бірақ біз Ғалым мырзаны эфирдан тағы да жоғалтып алдық. Тікелей эфиріміздің көп бөлігі сериал болып кетті ғой, былайша айтқан кезде. Жарнама етіп жатырмын өзімді. Жаңа Зарина жазған екен, Зарина Кармен пародиялық әншілік өнері бар деп. Ол жағын мен де білемін. Жаңа өзіңіз бір сұхбаттарыңызда айтқан екенсіз, декандарды жаңағы ұстаздарыма пародия салатынмын деп. Өзіңізден осы жағын, қазір бізде пародия жанры аса қатты дамымаған ғой, олардан біз санаулы ғана актерларды айта аламыз пародист деп. Өзіңізді пародист ретінде қалың көпшілікке таныту ойыңызда жоқ па, бір жеке монолог оқу деген сияқты театрларда? Мысалға Мәскеудің актерларын алып қарасаңыз, бұрынғы Юрий Никулин болсын, Андрей Миронов, ол кісілердің өздері сахнаға шыққан уақытта театрдан бөлек, мысалға анекдоттар айтады. Ол да бір үлкен өнер. Олар үшін жарасымды нәрсе. Бізде көбінесе мынау ұятшылдық, кішкене өз-өзін алға жібермей, өзінің бойындағы өнерін аша алмай, мынау былай жасасам, мынандай кісіге пародия жасасам қалай болады екен, ертең халық басқаша қабылдай ма екен, қой өз жолында жүре берейін деп кейде ойлайды. Бірақ ол нәрсе мен үшін қатты бір алаңдататын дүние емес. Өнердің адамысың. Егер қолыңнан келіп тұрса, неге жасамасқа, неге пародия салмасқа, бірақ пародияны салғаннан кейін оны жетер жебіріне жеткізіп салғанда дұрыс деп ойлаймын. Жай ғана бір адамды оның намысына тиетіндей келеге қылып салудың қажеті жоқ. Саласың ба, жақсылап тұрып кетіріп салуға болады.
Танымал адамның. Бірақ мен енді керемет пародиспін. Керемет пародиспін деп айта алмаймын өзімді. Әріптестерімнің арасында кейде пародия салатыным бар. Ол академия қабырғасында оқып жүрген уақытта, жаңағы оқу орнында Қазір біздің оқырмандар пародия салып берсеңіз, танымал адамға болса тіптен жақсы болатын еді. Біз мына сұхбатты сақтап, әлеуметтік желілерге сақтап қоямыз және YouTube арнамызға да жүктейміз міндетті түрде. Осыған бір естелік болып қалсын. Естіліп тұр ғой, менің даусым. Даусым естіліп тұр ма? Иә, мен даусыңызды естіп тұрмын сіздің, бірақ сіз қатып тұрған сияқтысыз, даусыңыз шығып тұрған мен. Иә, қазір жақсы. Пародия сұрасақ өзіңізден. Кімді сомдайсыз? Естіліп тұр, иә, қазір дауысы жақсы сияқты. Естіліп тұр даусыңыз, иә. Бәлкім сіз бір адамды пародия жасасаңыз, біз оқырмандармен қосылып сол адамды тауып көрейік, егер өнердегі адам болса. Ал егер ауылдағы бір атаны немесе апаны салсаң жақсы, ол кезде тек қошапа атайтын боламыз. Менің бір апам бар еді ауылда. Сол кісі өмірі жаңа нервный кісі да. Нервный кісі, көбінесе жолата бермейтін жаңағы. Барсаң көрші апа ғой. Сол кісінің барып, бір кездері барып, бір аяқ киімін ұрлап кеткен ауылда. Ол қараңғы қапқас неге кеткенсің сен деп сол кезде маған ұрысқан сол. Керемет екен. Қараңғы айттың ғой сен ана апамыздың мағасы жаның шығарып жіберем бе сенің. Керемет. Өзіңіз бала кезде бұзықтау болғаныңызды сұхбат барысында дәлелдеп отырсыз. Айна сындырасыз, аяқ киім ұрлайсыз деген сияқты. Оны өлтіріп жіберем. Былай айтқанда шөп өртеу дегеннен алдыма жан салмайтын, Гиннестік рекордтар кітабына кірсем деп айта аламын. Өйткені жүрген жерінде любой нәрсені өртеп жіберем. Айна деп жатыр ғой, мен сол кезде ойлап едім. Өзіңіз айнаға қараған кезде қандай сұрақ қоятын едіңіз ғалым? Айнаға қараған кезде дейсіз ба? Мен осы маймылдан тудым ба, әлде адамнан тудым ба деп ойлаймын. Оқырмандарға естіліп тұр ма екен біздің даусымыз? Мен кино көріп кеткен сияқты.
сіз асықпай эфирге кіре беріңіз, мен мына жақта жұмыс істей берейін, иә? Эфирді өшірмеймін. Эфирді өшірмеймін. Даусым естіліп тұр ғой, иә, бірақ сіздің түріңіз бұлдырап тұр бізге. Естіліп тұр. Естіліп тұр, сіздің даусыңыз өте жақсы естіліп тұр. Бірақ біз түріңізді көре алмай отырмыз, бұлдырап тұр. Мен түрімді көре алмай отырсыздар ма? Жаңа айтып жатсыз ғой, өзіне сұрақ қоямын, адамнан тудың ба, маймылдан тудың ба деген сияқты деп. Естіліп тұр, иә? Қалжыңдап айтып. Басқа сондай кездерде енді актерларды, әсіресе шығармашылық адамдардың сондай бір ойға сыймайтын, өзге адамдардың ойына сыймайтын дүниелер жиірек мазалайды ғой негізінен. Егер режиссер болсаңыз, сондай бір ерекше қандай қойылымды алып шыққыңыз келеді, ешкім ойламайтындай. Мысалы, сөзсіз спектакльдер болады, иә, кейде тек қана іс-қимылдан тұратын сияқты, немесе керісінше дейді. Өзіңіз қандай ерекше туындыны дүниеге әкелер едіңіз, режиссер болсаңыз? Режиссер болсам ба? Енді бірінші, мен өткен жерде сұхбаттарымда айтып жатырмын, бірінші актер болып жетісіп болайын деп. Бірақ режиссер болу, режиссер мамандығында жұмыс істеу, немесе қойылым қою деген сияқты әлі ол ойыма да кіріп шықпапты. Режиссер болу үшін деген ең алдымен үлкен ізденіс керек, талап керек оған. Бірақ көп актерлар режиссер болып жатады ғой, театрда қойылым қойып жатады, сосын сұрап жатқаным ғой. Дұрыс, режиссер болу үшін біріншіден мүмкін актер да болу керек шығар. Өйткені ол режиссер болып тұрып, енді актерға түсіндіруі бар. Бірінші жаңағы өзі сол жаңағы бейнені түсініп тұрса, актерға түсіндіруіне де жеңіл болады деп ойлаймын. Бірақ енді режиссер болу үшін оған үлкен білім керек. Талпыныс, ізденіс. Режиссердің да режиссері. Кез келген режиссер, мен керемет режиссер деп айта алмаймын. Сондықтан ойымда жүрген бейнелерді сондағым келетін кездер болады. Я сөзсіз болсын, кейде бір моноспектакль шіркін бір ойнасам ғой деген. Бірақ енді айтып отырмын ғой, алда ғажап емес, мүмкін бір адамдық қойылым ойнап жатсам, оның да бір күні келетін шығар. Соған тілектес біз Ғалымбек сізге бізге шығып сұхбат бергеніңізге, өзіңіздің қызықты естеліктеріңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Біздің уақытымыз да мәресіне таяп қалған екен, интернетіміз жаңағы екеумізді жиірек өшіріп тастаса да, бірақ өте қызықты эфир болды деп есептеймін өзіңізге. Уақыт бөлген рахмет. Рахмет. Рахмет, Қараша, сіздерге де шақырғандарыңызға. Аман болыңыздар. Енді эфирде. Бірақ естіліп тұр ғой, қазір дауыс. Ау? Сіздің даусыңыздың соң жағы тағы да бізге естілмей қалды. Үлкен рахметімді айтамын деймін сіздерге. Рахмет, бірақ сөз әңгіме соңында өзіңіз жаңа Ажарлым ханым да айтып қалды, әншілік өнері бар деп, Зарина ханым да жазып жатыр. Сондықтан өзіңізден ән сұрағымыз келеді. Мен негізі поэзия сұраймын ба деп ойлағам, өйткені парақшаңызды көрсем, өлеңге құмарлығыңыз, поэзияға құмарлығыңыз көрінеді екен. Көп суреттердің астында поэзиялар тұр. Бірақ ән сұрасақ, егер қарсы болмасаңыз. Қазір ән айтсам, эфир тағы бөлініп кетсе, тағы ұят болмай ма деп жатқаным ғой? Бір дайындап көрейік енді. Эфир негізінде қазір қатқанмен кейін сұхбат болып сақталғанда ол эфир не болмайды, қатпайды.
Жоқ, қайталап көргендей сияқты. Қатпай ма? Қатпаса болды ғой. Иә. Онда бір ән орындап берейін ба? Жақсы, қазір. Ой, керемет. Қазақтың алты шекті гитарасы ғой. Қазақтың ең кіші. Енді айта береміз ғой, әрине қалжыңдап. Бірақ енді марқұм болған ақын ағамыз Есенқұл Жақыпбеков ағамыздың сөзіне жазылған "Сен жалынсың" деген Керемет, ән менің орындап. сүйікті әнім, сондықтан біз оқырмандармен бірге тыңдайық. Рахмет. Сен жалынсың, жалынға күнә бар ма? Бір қарауға шыдармын шыдағанға. Жарқыным-ау, жалынды сүймек тұрма. Жақындауда қиын ғой тірі адамға. Домалайды дүние доптай болу, ешбір теңің сен жүрсің жоқтай болу. Түңілдірмей көзіме көрінші түнгі таудан көрінген оттай болып. Түңілдірмей көзіме көрінші түнгі таудан көрінген оттай болып. Көптен көп рахмет. Әніңіз үшін өзіңізге саулық, отбасыңызға амандық және шығармашылық табыстар тілейміз. Биік белестерден көріне беріңіз. Бізге уақыт арнағаныңыз үшін көптен көп рахмет өзіңізге. Оқырмандар. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет үлкен. Жақсы.